Ассалаумағалейкумдер. Бүгін мынау Оликстен көріп қойдым, осы жерде бір жер сатылады екен, жазып та қойған екен, жер сатылады деп. 5 сотықтан 10 сотық дейді мына жерде. Бөліп тастаған ғой бір жерді, делемей жер. Көруге 2,5 миллион теңге деп тұр 5 сотығына. Қаншаға бересің десем, маған айтады 2.150.000-ға келісуге болады дейді. Көшесі асфальт екен, бірақ жақсы. Ана жерде шамамен бір 100 емес, енді бір 200 метр жерде больницасы бар, милиция пункті бар. Мына жерде мектебі бар, жақын бәрі. Ана жерде енді трасса жолға кететін. Бір жақсы жерім осы жерден, осы көшемен, осы асфальттың бойымен автобус жүреді Ұзынағашқа қарай. Остановкасы бар. Бірақ деген жер бар енді. Жер мынау екен міне. Ана жерде речка бар анау. Қазір жақындатып көрейін. Міне мына бір жерде екі талдың ортасында сол су ағатын жер бар екен. Мынау сол болып. Мына жерде мынау қорасы ма біреудің, білмеймін. Бұл қалай бөлініп тұр білмеймін оны да. В общем, жер осындай. Қалай ойлайсыздар? Мына жерде бір қойымшылық бар екен. Бірақ ана жерде енді үйрек бірдеңе ұстайтын болсаң жақсы екен. Су бар, көл бар. Көл емес, енді өзен ғой, су, речка. Жері тегіс емес. Жері енді тегіс емес. Мына жер кәдімгідей уклон. Видеодан көрініп тұр ма білмеймін, бірақ уклон енді. Жақсы уклон екен. Ойлап тұрған ғой мен, бір времянка салып осы жерге. Газ бар, су, интернет, тоқ бәрі бар. Времянка тұрғызып, бір үсті 1-2 миллион қосып, сатып жібере алам ба деген оймен келіп тұрған ғой. Бірақ жері тегіс емес, ажанда су бар, еще ана жерде қойылымшылық бар. Зиярат. Бұл алады ма ертең, бір времянка салып сатсаң деген ой болып тұр ғой. Қалай ойлайсыздар ағайындар? Алайын ба или қажет емес па? Не деп ойлайсыздар? Завод тек осы жағында ғана екен болған. Мына жерде калиткасы бар. Болғаны. Калитка емес, ворота екен. Ворота. Бұл аржан маған 5 сотықтан деді да. Бірақ бұл қалай бөлініп тұр? Бір ворота ғана мұнда. Ана кісі жүр екен, сұрап көрем ау деймін сол кісіден. Қазір көрейінші. В общем, өзен мынау міне. Ағып тұрған. Ана ағадан сұраған мен қазір. Мына стойкадан басталады дейді жерің. 5 сотық екен ғой өзі. Ана негеден ана бұрышқа дейін екен. Мына жақ узкий болып келеді ғой, жіңішке болып. Жер бірақ енді тегіс емес, бірден айтайын, жер тегіс емес екен. Жер тегіс емес. Бля, маған көму үшін әлем топырақ керек. Әлем топырақ керек. Бірде алтыға сұрай бердім, бірақ бір алтыға да қымбат сияқты ма деп ойлап тұрмын. Мына жерде бір баяғыда бізде Қайназарда су тасыған кезде мынау арнасынан асып әлем жерден су басып кетеді. Сондай болып кетпей ма деген ой болып тұр ғой. Мына туалет мынанда құрып қойды. Мына үйдің жері екен негізі. Жартысын сатып жатырмыз дейді. В общем, осындай міне жіңішке. Міне мына стойкадан басталады. Ана жер ана стойка. Мына жер шамамен бір 4 метр ау деймін. Мына жағы мынандай міне. Мына жер мынандай міне. Тас бірдеңемен кішкене толтырып не алған. Уклон болып тұр жер. Ажанда мынандай сеткімен, жай сеткімен қоршалған. Мынау не міне, осы жерден басталады жер. Мына стойкадан. Арғы неге дейін шамамен бір
бір 17 метр сондай бар ау деймін. Ана жағы енді ана бұрышқа дейін бір 50 метр бар сияқты. Узкий болып кеткен ғой, жіңішке болып бар жағы. Міне осындай жайт. Не істесем екен, қалай ойлайсыздар ағайындар? Алайын ба әлде? Қажет емес па? Не деп ойлайсыздар? Өзін ақтайды ма, ақтамайды ма деген сұрақ. Ошман ағамен сөйлесіп көрген, мынау туалет қазбақшы болып не қылған дейді. Жай ғана қазып қойған дейді. Колодец молодцы жоқ, жай ғана қазылып тұр дейді. Шамамен бір 2 метрдей. Егер жерді алып жатсаң, жаңа септік па, туалетке ма бір бәлеге пайдаланып жіберсең болады дейді. Ана әжетханасын сұрадым тоже. Әжетхана менікі дейді, оны алам дейді. Мына жерде стол бар, мына тұрған. Бұл да менікі дейді, алам дейді. Бұл жерде ошым ештеңе қалмайды ғой. Жер тегіс емес, енді бір 5-6 КАМАЗ топырақ керек ары қарай тегістеп жіберу үшін. Осындай жайт не. Қалай ойлайсыздар ағайын? Алу керек па или қажет емес па? Бізге керек емес па деген, керек болса ала саламыз ғой бізге. Газ ба? Көрініп тұр. Әдемі болып тұр екен.